Сәлем достар, бүгін біз өте жұмсақ әрі жеңіл бисквит жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар үлкен 12 жұмыртқа. Соның бәрін ыдысқа саламыз біртіндеп. Және 510 грамм өте ұсақ қант саламыз. Және біріктіре отыра оны әбден араластырамыз. 7-10 минут кетуі мүмкін егілген жоғарғы жылдамдықта. Және болғанда дәл осындай консистенция болу керек. Өте қою болу керек. Және бұған 530 грамм ұн және бір ас қасық разрыхлитель керек. Және бұның барлығын 3 бөлікке бөле сала отырып қозғаймыз. Бірінші бөлігін салып әбден қозғаймыз. Екінші бөлігін салып қозғаймыз. Және орталарында ұн қалып кетпеуі керек. Және өте жақсылап қадағалаймыз. Және 100 грамм май, жеміс майын қолданамыз. Және 60 грамм су, ыстық су болу керек. Және жақсылап қозғап аламыз. Және бізге 20 сантиметрлік екі форма керек. Фольга қағазымен жақсылап ораймыз. Астынан ағып кетпеуі керек қамырларымыз. Және пешті 170 градусқа қыздырамыз. 40-45 минуттай дайын болады. Және көң піскен сияқты көрейік. Өте таза шықты. Және пісті. Және 2 сағаттай бөлме температурасында суытуға қалдырамыз. Міне достар, 2 сағат өтті. Бисквитіміз дайын. Енді шешіп алуымыз керек. Жақсылап жайлап ашамыз. Байқасаңыздар, асты күймеген, жанбаған. Және мен өзіме оңайлысы ыстық суға пышақты батырып алып кесіп аламын, жан жақтарын бұздырмай. Және байқасаңыздар, асты жанбаған өйткені мен пештің төбе жағына қоямын. бір қалыпты пісу керек бисквит. Ал мен астына қойсам, өмірі астында тез піседі асты жағы. Ал үсті жағы кешірек піседі. Сол үшін үсті жағы пісем дегенше асты күйіп кетеді. Міне осылай жайлап кесіп аламыз. Өте керемет. Және екінші бисквитті дәл солай сөйтіп кесіп аламын. Бұл жерде мен екінші бисквиттегі жағдай мен ерте ашып қойған сияқтымын. Пешімді ортасы сәл түсіп тұр. Осылай ыстық сумен батырып алсам өте жақсы шешіледі мен өзіме. Және рахмет достар, өтінемін, мен каналыма жазылып қойыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Және американдық қандай тағамдарды да болашақта жасап көрсететін боламын.
бискет